Намаз оқып жүріп күнә істейтіндер бар ғой, субханалла. Неге? Намаз оқиды, өтірік айтады. Намаз оқиды, ұрлық істейді. Намаз оқиды, боқтайды. Намаз оқиды, төбелеседі. Намаз оқиды, білмеймін енді. Және халық сондай кісілерді не істейді? Намаз оқыған үшін оны жақсы деп ойлайды, бірақ жаман ісін көрген кезде, ой деп жаңағы жамандайды. Намаз оқыған адам ондай нәрсе істемеу керек қой. Намаз оқып жүрген адам, дін жолында жүрген адам таза болу керек қой дейді. Иә, ол кісілердің айтып жүрген ол сөздері дұрыс. Намаз оқитын адам әлбетте жаман нәрсе істемеу керек. Бірақ қараңыздар, мен мына нәрсені түсіндіре кетейінші сіздерге. Алла Тағала Құранда Анкабут сүресінде Бисмиллахир-рахманир-рахим Инна-ссалата танха анил-фахшаи вал-мункар. Расында намаз адам баласын арсыздықтан, жамандықтардан тосады дейді. Яғни кімде-кім намаз оқитын болса, ол намаз ол адамды күнәдан тосады дейді. Үлкен кіші күнәлардан барлығын тосады дейді. Былайша айтқан кезде намаз оқитын адам, оның намазы пайда беретін болса егер, ол адам күнә жасамайды дейді. Бірақ біз көріп жүрміз қазіргі кезде, тек қана қазіргі кезде ғана емес, ол қай кезде болса да, қай ғасыр болса да ондай адамдар болған. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не дейді? Күллу бәни әдімі хаттаун. Бүкіл адам баласы қателесуші дейді. Бүкіл деген кезде қараңыздаршы, бүкіл, күллу. Бай болсын, кедей болсын, ол имам болсын, намаз оқитын болсын, намаз оқымайтын болсын, діни білімі бар болсын, діни білімі бар болмасын, мейлі кім болсын, муфти ма, бас имам ба, наиб имам ба, намаз оқим, кез келген адам кіріп кетті ғой, күллу деген кезде. Пайғамбарымыз бүкіл адам баласы деді ғой. Бүкіл адам баласы деген кезде қараңыз. Барлық адам баласы кіріп кетеді. Хаттаун, қателесуші. Күнә жасап қояды. Қателеседі. Қазақ не дейді? Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ дейді ғой. Жаңылмайтын жақ жоқ. Ол күндердің күнде қатты сөйлеп қою мүмкін. Ашуланып, боқтап қою мүмкін. Мүмкін. Қателеседі де ғой. Өйткені шайтан бар, нәпсі бар, тағысын тағы. Адамның бүгінгі халі ертеңгі халіне ұқсамайды ғой. Яғни бүгін жақсы болып тұруы мүмкін, ертеңде иман әлсіреуі мүмкін да. Немесе оған отбасылық бір жағдай болуы мүмкін, өмірде бір қиыншылыққа тап болуы мүмкін деген сияқты. Сөйтеді ол сол кезде иман әлсіреп тұруы мүмкін. Эмоцияға беріліп кетуі мүмкін деген сияқты. Сөйтеді де, мысалы, намаз оқып жүрген адам болса да, ол ашуға беріліп бір нәрсе істеп қоюы мүмкін. Немесе нәпсінің жетегіне кетуі мүмкін. Нәпсі бар. Өйткені нәпсі деген нәрсе ең үлкен дұшпан ғой біздің. Бізде айтады ғой, ашу дұшпан, ақыл дос дейміз. Ашу дұшпан екенін білеміз, бірақ ашуға беріліп қоямыз деген сияқты. Туысың болса да, әкең болса да, әйелің болса да, балаң болса да, бауырың болса да, досың болса да, онымен ұрысып қалу мүмкінсің. Ұрысып, ерегесіп қалу мүмкінсің. Қол көтеріп қою мүмкінсің деген сияқты. Сондықтан біз намаз оқи ма, оқымай ма, дін жолында жүр ма, жүрмеді ма, үйтіп қарамау керекпіз. Намаз оқып тұрып күнә жасайсың ба деп айтпауымыз керекпіз. Намаз оқыса да ол адам баласы екенді. Өйткені ода нәпсі бар. Өйткені ода кәдімгідей иман әлсірейді. Бірақ инна-ссалата танха анил-фахшаи вал-мункар. Аллах Тағала өтірік айтпайды. Аллах Тағала Құранда не дейді? Намаз адам баласын арсыздықтан, жамандықтан тосады дейді. Біз сондықтан көптеген бауырларымызға істеген күнәм көп, не істесем болады? Жаман жолға түсіп кеттім, жамандықтан қайтып арылсам болады деген кезде намаз оқы деп айтамыз. Мешітке кел, намаз баста. Өміріңді жақсы жаққа бұр деп айтамыз. Өйткені намаз адамды арсыздықтан, жамандықтардан тосады. Бірақ кейбір адамдар намаз оқып жүріп өтірік айта беретін болса, намаз оқып жүріп күнә істей беретін болса, жамандық әрекеттерге бара беретін болса, бұл аяттан біз нені түсінеміз? Демек, Алла Тағаланың инна-ссалата деген кезде, расында намаз деген кезде, ол қандай намаз деген сұрақ туындайды екен де бізде. Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху, пайғамбарымыздың сахабасы, пайғамбарымыздың тәрбиесін көрген білімді сахаба не дейді? Бұл аяттың тәпсірінде, түсіндірмесінде, кімде-кімнің намазы, кімде-кім, яғни намаз оқып жүріп күнәдан тыйылмаса, кімде-кім намаз оқып жүріп жаман нәрсе көретін болса, жаман нәрсе істейтін болса, жаман нәрсе айтатын болса, мінезі көркем болмаса, былайша айтқан кезде мұсылманға тән сипаттары табылмаса бойынан намаз оқып тұрып,
онда оның намазы қабыл емес дейді, алла сақтасын да. Бекер да ол. Физиратика да, яғни құр әрекет. Құр рүкуға бардың, құр сәждеге бардың, болды, күні 5 уақыт болды. Құр дәрет алдың деген сияқты. Бірақ ол намаздың қабыл ма, қабыл емес па, оны бір ғана Құдай біледі екен. Алла сақтасын. Бұл мен үшін де, сіз үшін де, баршамыз үшін де не нәрсе? Қорқатын нәрсе. Өйткені біз намаз оқып жаман нәрсені істеп жүрсек, намазың пайда беріп жатқан жоқ сенің. Намазың вообще қабыл емес болуы мүмкін. Ертең қияметте Аллахтың алдына барған кезде, я Аллахым, сен үшін намаз оқыдым деген кезде, мынау ма сенің намазың? Біз дұға жасаған кезде, уәлә падриб биха уджухана дейміз ғой. Уәлә падриб биха уджухана. Я Аллахым, бұл намазды жүзімізге ұрмашы деп дұға жасаймыз. Кейбір адамдардың бетіне қарай лақтырады екен де намазын. Мынау сенің намазың ба деп, Алла сақтасын. Өйткені ол қабыл емес те. Сондықтан намаз оқитын адамдар өзінің бойындағы жаман қасиеттерін барынша түзеу керек екен. Біз күнәні тастауымыз керек екен. Өйткені намаз, егерде ол дұрыс намаз болатын болса, ол қабыл болған намаз болатын болса, ол ықыласпен оқылған намаз болатын болса, біз намазымызда жылап, Аллаға шынайы жалбарынып, намаз оқыған кезде айналамыздағы нәрсенің бәрін ұмытып кетіп, Әлхамдулиллахи Раббил Аламин, барлық мақтау Аллаға тән, Ар-Рахмани Рахим, аса қамқор, ерекше мейірімді, Малики Яумиддин, ей қияметтің патшасы, Ияка нa'буду ва ияка настаин, саған ғана жалбарынып, сенен ғана жәрдем сұраймын деп, соны сезініп, шынайы ықыласпен оқылған намаз болатын болса, және ол намаз оққаннан кейін сен жаман нәрсе айтпасаң, жаман нәрсе істемесең, иншалла деп үміт етеміз, ол адамның намазы қабыл. Бірақ намаз оқи салысымен екі жаққа ассаламу алейкум рахматулла, ассаламу алейкум рахматулла деп сәлем бергеннен кейін өтірік сөзін айтып жүре беретін болса, ананы ғайбаттап, мынаны жамандап жүре беретін болса, ол намазы пайда беріп жатқан жоқ дейді. Субханалла. Сондықтан Аллах Тағала баршамызға шынайы ықыласпен намаз оқуды нәсіп етсін. Қабыл болған намаздардан етсін. Біз осы орайда бір нәрсе айтатыным, адам болған соң бәріміз қателесеміз. Бірақ қателесу және күнә жасау деген кезде күнәнің де түрлері бар ғой, енді үлкен күнә, кіші күнә деген сияқты. Және де мысалы мұсылман бауырымыз қателесіп қалса, оның істеген күнәсі үшін оның күнәсін айыптайтын біз емес. Яғни әркім өз күнәсін өзі көтереді. Сіз істеген күнәңіз үшін өзіңіз көтересіз. Мен істеген күнәм үшін өзім көтеремін. Яғни істеген күнәсі үшін айыптап, оны жамандап, елдің бәріне жайып, интернетке шығарып, Алла сақтасын, бұның барлығы мұсылманның істейтін амал емес, Алла сақтасын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны үйреткен жоқ. Уайлул ликулли хумазатил лумаза. Әрбір өсекшіге дозақ болсын дейді. Әрбір өсек таситын адамдарға бір-бірін араздастыру мақсатында, адам мен адамның арасын шағыстыру мақсатында жайылған өсектің барлығы, сөздің барлығы, Алла сақтасын, ондай адамдар дозаққа түседі дейді. Пайғамбарымыз хадисінде өсекші жәннатқа кірмейді дейді. Алла Тағала Құрандағы ғайбат мәселесінде сендер өздерінің бауырларың етін өлідей жегенді жақсы көресіңдер ме дейді. Алла сақтасын, ғайбат, өсек жалап, бұның барлығы мұсылманға тән қасиет емес. Енді не істейміз? Бауырымыз күнә жасап қойса, бауырымыз сондай шектен шығып, сондай жаман жолда жүрсе, біз не істейміз? Ақиқатпен бір-бірімізді үгіттесіп, жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтаруымыз керек. Сіз қателесіп қалсаңыз, сізге бір бауырыңыз, бір ағаңыз келіп, дұрыстап, айналайын бауырым, осылай да осылай деп дұрыстап түсіндірсе, сіз оны жақсы көресіз. Бірақ сізге келіп ұрсып айтса, сізге тиісіп айтса, бетіңізге басып айтса, сіз оны жақсы көремейсіз ғой. Тура сол сияқты сізде басқа адамдарға не істеуіңіз керек? Көркем мінезбен, жақсы қарым-қатынаспен, оның кемшілігімен жұмыс жасау керексіз. Оған үлгі, баршамызға үлгі пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баянын оқып, ол кісі қандай болған, дінді жеткізген кезде, адамдарға уағыз айтқан кезде қалай жеткізді, осының барлығын біз оқуымыз керек, білуіміз керек екен. Және соған сай амал жасауымыз керек.